Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге мұғалімдерге таптырмас көмекші сайтпен таныстыратын боламын. Ол үшін біз Google Chrome'ға өтеміз. Және адрес жолағына, мына жерде іздеу жолағына Елорда мектеп деп жазамыз. Елорда мектеп. Мына жақта KZ дегені шығады әнекей. Елорда мектеп KZ. Бізге осындай сайт ашылады. Бірінші тұрған сілтемеге өтеміз. Елорда мектеп KZ дегенге. Сайтта материалдар өте көп болғаннан кейін, бұл сайт әжептәуір басқаннан кейін біраз ойланады. Сол себептен біраз тосу керек болады. Мінекей осындай бет ашылды. Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы мен бірлесіп жасалған сайт елордалық электронды мектеп деп аталады. Бұл жерде бізде мектепке дейінгі білім беру, жалпы орта білім беру, техникалық және кәсіптік білім беру, қосымша білім беру, арнайы білім беру және кітапхана, кәсіптік бағдар беру деген осындай пункттардан тұрады. Осы жерде біз жалпы орта білім беру деген бөліміне өтеміз. Ол бөлімді басқаннан кейін тағы да біраз уақыт тосамыз. Міне осындай бет ашылды. Жалпы орта білім беру бөлімі ашылды. Мінекей осындай 4.90-ға бөлініп тастаған. Астыңғы жағында сіз сұрақ қоя аласыз. Кез келген сұрақтарыңызға жауап береміз деген өздерінің боттары бар, чат боттары. Жақсы, енді бізде қазір 2.90, біз осы 2.90-ға өтеміз. 2.90-ды басқанда мінекей мынандай бет ашылады бізде. Орысша және қазақша бетті қойып алуларыңызға болады. Сыныпты таңдаңыз дейді. Бірінші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі берілген. Енді осы жерде мысалы бір ғана минусы бар екен. Бізде 10-шы, 11-ші сыныптар екі бағытқа бөліп оқылады. Қоғамдық гуманитарлық бағыт және жаратылыстану бағыты. Енді 10-шы сыныпты мысалы басып көрейік. Біраз ойланады. Мінекей осындай бет ашылды. Сыныпқа қош келдіңіздер деп шықты мінекей. Астына қарай жылжыта берсеңіз, география ОГН деп тұр. Яғни қоғамдық гуманитарлық бағыт. Алгебра, қазақ әдебиеті, қазақ тілі, орыс тілі және әдебиеті, биология, өзін-өзі тану, химия, Қазақстан тарихы, ағылшын тілі, құқық негіздері, информатика, дүние жүзі тарихы деген сабақтардың нелері берілген. Енді осы жерден мысалы біз географияға өтейік. География пәнін ашуды бассақ, тағы біраз сәл уақыт тосамыз, жүктеліп алсын. Мұны географияға өттік. Осы жерде бізде 2.90-да берілген сабақтардың тізбегі берілген. Енді кез келген бір сабағына өтетін болсақ, мысалы мінекей бірінші сабаққа. Осындай бет ашылды бізде. 18-ші сабақ геоэкологияның зерттеу пәні және өзектілігі деген. Бұл жердің бір жақсысы мына қараңыздар. Видео түсіндірме сабақ берілген. Сабақты бағалай аласыздар. Және сабақтың қымыжысы мен слайды қоса берілген. Осы жерге өту арқылы сіз бұл сабақтың видеосын және қымыжы мен слайд презентациясын жүктеп алуыңызға болады. Мысалы, қымыжыны басатын болсам, мына жерде мінекей қараңыздар. Қымыжыны өзіңізге жүктеп алуыңызға болады. Және презентациясы тұр мінекей. Оны ашу арқылы өзіңізге жүктейсіз. Скачать. 3 нүктені басып, өзіңізге қымыжыны жүктеп аласыз. Подготовка к скачиванию дейді. Скачивание завершено. Қымыжы менің компьютеріма жүктелінді міне. Және сол сияқты презентацияны да
өзіңізге жүктеп алуға болады. Енді видео сабағын көретін болсақ, мінеке. Мына жерде менде дыбысым сөніп тұр. Видео сабақты көретін болсаңыз, мінеке осылай сабақ барысын түсіндіріп, балаларға көрсетуге өте сондай таптырмас сайттың бірі болады екен. Дайын қымыжысы бар, дайын слайды бар. Кез келген пәнге, өзіңізге қажетті пәніңізді таңдап, қолдана берсеңіз болады. Жақсы, игіліктеріңізге жарасын. Мен шығып кеттім қазір кішкене. Игіліктеріңізге жарасын. Сіздермен болған Назым Оңғарбаевна. Менің арнама жазылып, қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қоса кетсеңіздер. Пікірге тағы да қандай ұсыныстарыңыз бар екен жаза кетіңіздер. Маған каналыма тіркеліп, жаңадан шыққан видеоны бірінші болып көріп отырыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.